Шынықсаң шымыр боласын демекші, дене жаттығуы адам баласына қашанда пайдалы. Күні бойы сергек жүрудің ерекше тәсілінің бірі спорт. Ғалымдардың зерттеуіне сүйенер болсақ, спорт адамды шат-шадыман етіп, ұзақ өмір сүруге жетелейді екен. Армысыздар, құрметті оқушылар, көрермендер. Қазақстан балалары күзгі интерактив. Біз салауатты өмір салтын ұстанамыз атты онлайн сұхбатымызды бастағалы отырмыз. Құрметті оқушылар, басты қонағымызға сұрақтарыңыз қойғыларыңыз келсе, төмендегі WhatsApp номеріне жолдасаңыздар болады. Ассалаумалейкум баршаңызға. Олимпиадалық қозғалыстың белсенді қайраткері Перде Кубертеннің «О спорт, сен бүкіл ғаламсың» деген сөзімен бастасақ, адам күніне 20 минуттан аса уақыт дене жаттығумен шұғылданған жағдайда ол көңілді, сергек, өзіне сенімділігі арттырары анық. Ендеше бүгін нөмір 2 балалар мен жасөспірімдер мектеп спортының басшысы Әнуар Амантайұлымен сұхбатымызды бастасақ. Құрметті көрермендер, бүгін біздің сұхбатымыздың басты қонағы Түркістан қаласының балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт кешенінің директоры, Қазақстан Республикасының самбодан спорт шебері Сәрсенбаев Әнуар Амантайұлы. Ассалаумағалейкум. Әнуар мырза, өзіңізбен шағын сұхбатымызды бастауға рұқсат етіңіз. Ендеше өзіңізге қояр алғашқы сауалымыз, спортқа қалай келдіңіз? Қанша жасыңызда келдіңіз? Сол жайлы кішігірім айтып кетсеңіз. 1992 жылы 13-14 жасымда Телмандағы Қара шаңырақ деген спорт мектебіміз бар. Сол мектепте ағам 7-ші класста қазақ күресі, самбо күресінен жаттығуға оқу шығып мені апарып табыстайды. Ол жерде Шөкеманов Өмірхан Ибаханұлы, Қасымбеков Жақыпбек деген ұстаздарымыздың қолында жаттығуды бастаймын 1992 жылдары. Әнуар мырза, қазіргі таңда осы мекеменің басшылық қызметінде екенсіз. Енді осы спорт мектебі қай жылы ашылғандығы, спорт мектебінің жетістіктері жайлы кішігірім айта кетсеңіз. 2013 жылы марқұм қала әкімі Өсербаев Әліпбек Шәріпбек мырзаның қолдауымен Түркістан қаласының балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі болып ашыламыз. 2013-тен 15 жаттықтырушы бапкеріміз бар. Оның ішінде атап өтетін болсақ, баскетболдан, қазақ күресінен, стол теннисінен, самбодан 4 топпен айналысамыз. Қазіргі таңда атап өтетін болсақ, баскетболдан ұлдарымыз Қазақстан чемпионы жеңімпаздары болып жатыр. Қыздарымыз да Қазақстан Республикасының чемпионы жеңімпазы. Жетістігіміз солай келеді қазіргі таңда. Стол теннисінен атап өтетін болсақ, Рахатқан Полатқан деген баламыз чемпион Қазақстан. Қазақ күресінен облысымыздың чемпионымыздың бірнеше дүркін чемпиондары тәрбиеленіп жатуда қазіргі таңда. Самбо күресінен Рахымжанова Минура деген қызымыз Азия чемпионы. Құдасбек Гүлзира деген қызымыз Қазақстан Республикасының чемпионы жеңімпазы самбо дзюдо күрестерінен. Осындай жетістіктеріміз бар. Мына біздің жетістіктеріміз, мектебіміздің жетістіктері. Айтып кетсек, мынау бізде мектебімізге Арапова Жанат деген бірінші жылғы жұмысқа кіріп, мына үлкен жетістікке жетті. Талдықорған облысында, Текелі қаласында Қазақстан Республикасының чемпионатында 3-ші орынға қол жеткізді. Түркістан облысы құралғалы бері мынау ең бірінші жақсы үлкен жетістік. Сонымен қатар Адырбекова Улзина мектебімізде ең үздік жаттықтырушымыз, спорт шеберіне үміткер. 3×3 баскетбол деген Шымкент қаласында Қазақстан Республикасының чемпионаты өтілді. Сол жерде 3-ші орынға қол жеткізді. Түркістан қаласының балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің ұлдары 2003-2004 жылғы туылған. Үстел теннисінен Қайрат Дүйсенұлы еске алуға арналған аудандық ашық біріншілігінде үстел теннисіміздің ұлдарымыз бен қыздарымыз 2-ші орынға, командалық 2-ші орынға қол жеткізді. Жаттықтырушылары Божомбаев Оразбек, Сыздыков Мұхтар. Самбо күресінен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушы рухани жаңғыру бағдарламасының
100 жылдығына арналған самбо күресінен жасөспірімдер арасында республикалық турнирінде 3-ші орынға қол жеткізді. Жаттықтырушы Токколова Пернеш. Осындай керемет жылдан жылға үлкен жетістіктерге жетіп, жаттықтырушыларымыз еңбек етіп, соның арқасында қала әкімінің, Түркістан қаласының әкімі Рашид Аюповтың алғыс хатына иеленді. Спорт күніне орай мерейтоймен құттықтай отырып, ел игілігі және оның болашағы жолындағы қажылы еңбегі үшін шынайы алғысымызды жеткізе отырып, дене шынықтыру мен спортты дамыту қосқан үшін үлесі жоғарғы бағалаймын деп осындай алғыс хатқа қол жеткіздік. Және де біздің спорт кешенімізде үлкен деген жоғарғы деңгейде жарыстар өтіледі. Мысалы, атап етсек, қазіргі таңда Қазақстан Республикасының чемпионаты өтіліп отыр. 2019 жылы үстел теннисінен Қазақстан Республикасының чемпионаты өтіліп, сол Федерация настольного тенниса Республики Казахстана Сарсенбаев Ануарға благодарственный письмомен алғысын білдіріп, рахметін айтып отырды. Сонымен қатар әр спорт түрлерінен жоғарғы деңгейдегі жарыстар өтіледі. Ануар Амантайұлы, ендеше сізге оқушылардың тарапынан да WhatsApp желісі арқылы сұрақтар келген екен. Сол сұрақтарға да жауап берсеңіз. Ұлттық спорт түрінен қай спортқа жақынсыз дейді? Ұлттық спортынан бірінші қазақ күресінен бастағанмын. Қолымның бос кезінде ұлттық спортымыз көкпармен айналысқанды жақсы көремін. Қолым бос уақыттарында ұлттық спортқа болса ат спортына елімізге үлес қосқан деген ниеттемін. Тағы бір оқушыдан бір сұрақ келген екен. 10-шы А сынып оқушысы Темірхан Аслан, спорт саласындағы ең үлкен жетістігіңіз қандай болды дейді? Әлем чемпионатында 1997 жылы самбо күресінен әлем чемпионатында 5-ші орын алдым. Молодежінің арасында, ересектер арасында 2013-те Болгария қаласында чемпионат мирда 3-ші орын алдым. Дзюдо күресінен оңтүстік Қазақстан, Южный Казахстан деген турнир өтетін. Сол жарыстарда ересектер арасында 3-ші орынға иелендім. Самбо қазақ күресінен, самбо күресінен студенттер ойынынан қазақ күресінен Қазақстанның чемпионы болдым. Самбо күресінен студенттер ойыны арасында фестивалда самбо күресінен де Қазақстан чемпионы ұттым 97-98 жылдар. Келесі сұрақты 9-шы сынып оқушысы Абдуллаева Дилдора оқушымыз жолдаған екен. Ол кісі бос уақытында немен шұғылданасыз? Ұлттық спортынан бірінші қазақ күресінен бастағанмын. Қолымның бос кезінде ұлттық спортымыз көкпармен айналысқанды жақсы көремін. Қолым бос уақыттарында ұлттық спортқа болса ат спортына елімізге үлес қосқан деген ниеттемін. Сізге қояр үшінші сұрағымыз. Спорт мектебінде спорттың қандай түрлері бар? Балалар қанша жасынан қабылданады? Сол жайлы айтса кетсеңіз. Балалар 9-10 жасынан қабылданады. Соның ішінен облысымыздың республиканың чемпионы болған балаларда мамандырылған олимпиада мектептеріне біз жолдама береміз, дайындап. Содан ары қарай Азиясы, мирі бар, Қазақстаны бар, соған олимпийский мектептер айналысады. Нұралы Аяру сұрақ қойған екен сізге. Өмірде әттеген-ай деген кездеріңіз болды ма дейді? Өмірде әттеген-ай деген кездеріміз әрине адамзат болғасын болады. Жас кезімде ауылда қой бағып атқа мініп өстік. Сол кезде аттан құлап, аяғымды операция жасап, бір жылдай, бір 2 жылдай спортқа бара алмаған, жарақатыма байланысты спортқа шыға алмай қалған кездерім болды. Сол сәттерде әттеген-ай деген кездер болады. Дей тұрғанмен енді өмір болғаннан кейін, өмірдің өзі күрес болғаннан кейін қайтып жігерлене бастап, қайтып спортқа келдім. Жарақатым жазылғаннан кейін қайтып спортты бастап, одан кейін біраз жетістіктерге жеттім. Көп еңбек керек па? Ненің нәтижесінде жетістікке жете алады? Менің өзім өмірде түйгенім, қазақ біздің жас спортшыларымызды 10 жасар, 9 жасар кезінде қатты сығып жібермеуіміз керек. Одан кейін бастапқы топқа барған кезде біз енді бапкерлерге айтар өзімнің сабағым өмірден түйген. Бапкерлер сол балдарды жақсылап, жас кезінде барын сығып алмай,
жасөспірімдер, жастар, ересектерге сақтаса екен деген ойдамын. Қазіргі таңда 21-18 жасар ұлдар қыздар арасында баскетболдан Қазақстан Республикасының чемпионаты өтуде. Сіздерді соны көріп тамашалап кетулеріңізге болады. Өзгелерден дара туған, өр намыстан жаратылған, бабасының батырлығы ханмен бойға таратылған. Мына індетке байланысты мен айтарым, 2020-да Олимпиада болу керек тұғын. Қанша 4 жыл өмірінен, мысалы, айта кетсек, Қамза Дидар қаншама уақытын еңбегін терін төгіп келді. Енді 22-ге арғырай Олимпиададан ауыстырып жүргенде, ол спорт бидай емес, былай сеуіп жеріп орып ала салатығын. Ол спортқа күнін, режимін сақтау керек балдар. Режимін сақтап, постоянно жаттығу кезінде жүрмесе, ол спорт деген өте талап, қажет етеді талапты. Әрбір адамның арманы, әрбір ісінде, өзінің әрекетінде, біздің спортта балдардың жетістігі олимпийский чемпион болу. Сол бар балдарымызды, барымызды бағаласақ екен деймін. Өскелең ұрпаққа деген айтар сөзіңіз, тілегіңіз? Біріншіден өскелең ұрпақта артынан келетқан балаларыма айтарым, отан сүйгіштікті, тәрбиені, имандылықты бірінші алса қатарға, елімізге адал қызмет етсе, тәртіпті өнегелі оқушылар болса, озат оқушы болса деген ниеттеміз. Құрметті Амантайұлы Әнуар мырза, керемет сұхбатыңызға көп рахмет. Сіз басқарып отырған мынау спорт мекемесі тек қана жетістіктерге толы болсын, балаларыңыз чемпион болсын, Қазақстанды әлемге танытатындай керемет өскелең шәкірттерді тәрбиелей беріңіздер. Солардың еңбегін жемісін көріп, аман есен жүре беріңіз. Сізге тек қана сәттілік тілейміз. Сіздерге де алтын уақыттарыңызды бөліп келгенге рахмет. Спортпен шұғылданыңыздар, дені саудың тәні сау деген еңбектеріңіз жана берсін. Мектептеріңізде жоғарғы лауазымды қызметкерлер шыға берсін сіздерден де. Әрдайым қайда жүрсеңіздер де аман болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, сау болып тұрыңыздар.